Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Менің атым Нұржан болады. Мен Life of a Single, яғни басы бос немесе бойда қазақтың өмірінің YouTube каналының авторымын және есімін. Бүгіннен бастап өзімнің travel блогымды, яғни саяхат блогымды осы Бельгиядан жүргізетін боламын. Яғни барлық саяхатқа баратын елдерден, мемлекеттерден қазақ тілінде блог жүргізетіндердің қатарына қосыламын. Мына Бельгия мемлекетінің Астенде деген қаласы. Бұл солтүстік теңіздің жағалауында орналасқан өте әдемі кішкентай қалашық. 70 000 тұрғыны бар. Қымбатта деуге болады. Бұл қалада Бельгия корольдері келіп демалатын, тынығатын. Ол Бельгия өзіңіз білесіз. Екі тілде сөйлейтін аймақтардан құралады. Валлония және Фландрия. Валлония француз тілінде сөйлейді, Фландрия Нидерланд тілінде, яғни голланд тілінің фламанд диалектінде сөйлейтін ұлт. Міне батыс Фландрия деген 5 фламанд тілінде сөйлейтін өңірлердің ең батыс жағалауында орналасқан қалашық. Негізі батыс Фландрияның астанасы, әкімшілік орталығы бұл Брюгге қаласы, әйгілі Брюгге қаласы. Ол Голливудтың Брюггеде жатып қалу деген киносында түсірілген. Ал мына Остенде қаласы, яғни шығыс жақ деп аталады. Неге шығыс жақ, батыс жағалауда болса да? Өйткені бұл солтүстік теңізге батқан аралдың шығыс жағында орналасқан нүкте болатын. Әйтпесе бұл елдің жалпы Еуропа құрлықтың батыс жағы ғой. Міне осылай, мынау қаланың орталығы. Қазір 20 градустай температура, ауа райы.